Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмысқа тұру техникасымен бөлісетін боламын. Өмір сүру үшін бізге қажет болатын бұл құрал ақша. Ақша табу үшін әрине жұмыс істеу керек. Бүгін сіздермен жұмысқа тұру техникасымен бөлісетін боламын. Бұл техниканы жасап көріңіздер. Бұл техника негізінде сатылымда жүрген техникалар, сіздерге мен тегін ұсынып жатырмын. Сондықтан да пайдалы болады деген ойдамын. Жұмысқа кіру немесе тұру техникасы үшін күнде таңда оянғанда дәрет алып 100 рет астағфируллах айтасыз. Сосын мына аффирмацияларды айтасыз. Мен арманымдағы жұмысқа кірдім. Менің ұжымдастарым өте тамаша жандар. Мен миллион табыс табатын жұмысқа орналастым. Мен осы жұмысты тапқаныма ризамын. Мен осы жасап жүрген жұмысыма ризамын. Рахмет, рахмет, рахмет деп 3 рет айтып, менің табысым күн санап өсіп жатыр деп аффирмация айтасыздар. Күніне осы аффирмацияларды 10-15 рет айтасыздар. Көзді жұмып, өздеріңіз қалаған жұмысты елестетесіздер. Сосын сол жұмысқа расымен кірген адамдай қуанасыздар. Міндетті түрде солай жасаңыз, бәрі тез орындалады. Біздің бірінші техникамыз елестету арқылы, қуану арқылы, аффирмация айту арқылы болса, бұл техника қолмен жұмыс істеу техникасы деп аталады. Яғни қызыл ручкамен күнде қандай жұмыс істеу сізге ұнайды, қай кезде кіргіңіз келеді жұмысқа, айлығы қанша болғанын қалайсыз, бастығыңыздың, жұмыстағы әріптестеріңіздің бәрін жазып, осы шақпен жазып шығыңыз. Күніне бір мәрте қайталаңыз. Арманыңды қағазға жаз, орындалады дегенді білесіздер ме? Бұл шынымен де работает. Қыздар еке, барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Бұл видеоны сіз жайдан жай көріп отырған жоқсыз. Өйткені осы техниканы жасап, нәтижеге жетсем деген ниетпен көріп отырсыз. Сондықтан да бұл видеоны жасап көргеннен кейін міндетті түрде жасайтын болыңыздар. Барлықтарыңыз жұмысқа орналасып, айлық табыстарыңыз миллион болсын.